Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы салауаттылық сабағы. Сабақ мақсаты: өлеңнің мазмұнын суретпен салыстырып әңгімелейсің, мақалдың мағынасын ашуды үйренесің. Ұлы ойшыл Сократқа кезінде мынадай сұрақ қойған екен: адамға өмірде не қымбаттырақ, байлық па, әлде атақ па? депті. Сонда Сократ: байлық та, атақ та, даңқ та адамды шын бақытты ете алмайды. Ауру патшадан дені сау кедей бақыттырақ деп жауап беріпті. Яғни адам бақытты болу үшін оған денсаулық керек. Ал денсаулықтың кепілі салауаттылық. Сондықтан зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір сүрейік. Балалар, салауатты өмір салты дегенді қалай түсінесіздер? Өз ойларыңызды айтып, ауызша жауап бере қойыңыздар. Салауатты өмір салты дегеніміз зиянды әдеттерден аулақ болу, әлеуметтік тұрмысты жақсарту, күйзелісті болдырмау, денсаулықты сақтау, нығайту, спортпен шұғылдану, бос уақытты тиімді пайдалану және сапалы тамақтану, жеке бас гигиенасын сақтау. Міне осы аталғандардың барлығы салауатты өмір салтына жатады. Енді оқулығымыздың 4-ші бетін ашып, салауаттылық деген не? өлеңін дұрыстап мәнерлеп оқып шығайық. Салауаттылық сергекте, таза жүру өмірде, адамзаттық келбетке дақ түсірмеу тегінде. Бала болма тырысқақ, қылығыңды ел сынар, таза ауамен тыныстап, бой қыздырып тер шығар. Салауатты салтты ұғып, таңда жолдың дұрысын. Спортпенен жаттығып, жаз денеңнің құрысын. Арасанбай Естенов. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 11 қаңтар сынып жұмысы. Қазір сөздік жұмыспен жұмыс жасаймыз. Өлеңде сергек, келбет, тырысқақ деген сөздерді естіңіздер. Сергек дегеніміз ол жеңіл, ширақ қозғалу дегенді білдіреді. Егер адам таңертең жаттығу жасаса, күні бойы сергек жүреді. Оның жұмысы барлығы ширақ болып, өзін жеңіл сезінеді. Міне, сергек деген сөздің мағынасы осында жатыр. Келбет дегеніміз түр, кейіп, кескін. Мысалы, адамның беті, ол адамның келбеті деп айтады. Тырысқақ деген ашуланшақ адамды айтамыз. Мысалы, бір нәрсені істе десе, кейбір балалар тырысып, ашуланып істемей қояды. Міне ол тырысқақ деген мінезді білдіреді. Бірақ тырысқақ болмау керекпіз. Міне осы сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Және біле жүріңіздер. Балалар, денсаулықтың достары бар екенін білесіздер ме? Денсаулықтың мынадай достары бар екен: спорт, көңілді жүру, демалу, дұрыс тамақтану, шынығу, тазалық, дұрыс ұйқы, таза ауа. Міне осының барлығы денсаулықтың кепілі. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Суреттен қай баланың денсаулыққа зиянды әдетін байқадыңыздар? Қараңыздаршы, қайсы бала дұрыс әрекет етіп жатқан жоқ? Бірінші баланың атын Ербол деп атайық. Екінші бала Асан болсын. Енді Ерболға тән мінез құлықты ол не істеп жатыр? Бірінші дөңгелекшенің ішіне салып жаза қойыңыздар. Екінші дөңгелекшені салып, онда Асанның қандай бала екенін жазасыздар. Яғни екі баланы салыстырып, Вен диаграммасын құрамыз. Енді кішкене серік балайық. Ол үшін оңнан солға қарай сөздерді оқып шығамыз. Яғни сөздер сіздерде соңынан берілген. Ол үшін артынан бастап, алдына қарай жылжытып, әріптерді қосып оқисыздар.
Дені саудың жаны сау. Балалар, осы мақалдың мағынасын қалай түсінесіздер? Дені саудың жаны сау. Ол не дегенін білдіреді? Ауызша айта қойыңыздар. Менің ойымша, денсаулығы мықты адам барлық жұмысты істей алады. Бұл мақалда мықты денсаулық, зор байлық деп айтылғысы келген. Енді өздеріңіз дәл осы сияқты мақал құрастырасыздар. Ол үшін дәптерлеріңізге жаңағы мақалды жазып, енді осы мақалды өздеріңіз құрастырып, мағынасын жаза қойыңыздар. Бірінші мақалды құрастырып жазамыз, оның астына мағынасын 2-3 сөйлеммен түсіндіріп жазып жіберіңіз. Салауатты өмір салтының 5 қадамы бар. Балалар, егер сіздер осы аталған қадамдарды орындасаңыздар, сіздердің денсаулықтарыңыз мықты, ешқашан ауырмайсыздар және көп жасайсыздар. Ол үшін күніне 1 сағат жаттығу жасау керек. Әдетте жаттығуды таңертең ұйқыдан оянғанда жасаса тиімді. Екінші, суды көп іш. Су адам ағзасына керекті ең маңызды компоненттердің бірі. Сол үшін күніне суды көп ішсеңіздер, сіздердің денсаулықтарыңыз да жақсы болады және сергек жүресіздер. Үшінші, жеміс-жидектер мен көкөністерді көп же. Өздеріңіз білесіздер, жеміс-жидек пен көкөністердің ішінде түрлі дәрумендер бар. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Төртінші, теледидар мен компьютерден демал. Яғни күні бойы теледидар мен компьютердің алдында отырмай, далаға шығып, таза ауа жұтып отыру керек. Себебі теледидар мен компьютерде отырған баланың арқасы қисық болып өседі біріншіден, екіншіден көру қабілеті нашарлайды. Және 5-ші, дұрыс тамақтан. Дұрыс тамақтан дегеніміз уақытылы, жеңіл тамақтарды пайдалану керек. Яғни өте қатты, тым майлы тағамдарды пайдалансаңыздар, сіздердің асқазандарыңыз ауырады. Сонымен қатар ең зиянды тамақтардың бірі фастфуд. Фастфудты мүлдем жеуге болмайды. Тек қана пайдалы, дұрыс тамақтарды жеу керек. Салауатты өмір салтының 5 қадамы түсінікті болса, бүгіннен бастап осы 5 қадамды жүзеге асырайық. Келістік пе? Енді сабағымызды қорытындылайық. Сіздер бүгін сабақта не үйрендіңіздер, не білдіңіздер? Сабақта түсініксіз тапсырмалар болды ма? Қай тапсырмада қиналдыңыздар? Үй жұмысын жазып алыңыздар. Оқулығымыздың 5-ші бетінде 5-ші тапсырманы дәптерге орындайсыздар және салауаттылық деген не өлеңін жаттап келесіздер. Үй жұмысы түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.